Баршаңызға сәлем, мен Сандыгүл. Сіздерге бүгін ұн қосылмайтын блинер рецептімен бөлісетін болам. Яғни қызылшадан жасалатын өте табиғи витаминный блинер рецептін көрсететін боламын. Видеода көргендеріңізде осындай жіңішке болып шығатын, дәмегенде керемет болып шығатын, қазақша айтқанда құймақтың жасалу рецептін сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай қызылшамыз керек болады. Оны алдымен пісіріп алып, суға, одан кейін осылай сыртын қауығын ашып, одан кейін осылай блендерден өткізіп тапағымызға салатын боламыз. Және де үстіне осындай 2 жұмыртқамызды, секерімізді, бір үлкен ас қасық, және де үстіне 5 ас қасық сұйық майымызды, және де үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылы блинчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Не болса қасықпен араластырсаңыздар болады. Одан кейін оның үстіне кішкентай осыны 250 мл сүтімізді қосып, кішкене араластырып аламыз. Және де осының үстіне біз кукурузный крахмалымыздың қосатын боламыз. Қосқаннан кейін осылай блинчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз, және де оның үстіне жарт-жартын сүтімізді қосып араластырамыз. Себебі бізде крахмалымыз комочка болып қалмау үшін осылай кішкентайдан қосып жақсылап араластырамыз. Осындай массада болады, және де бұл масса тағы да өзгереді, кішкене тағы да араластырып аласыздар. Одан кейін осындай блинчиктің табасына құйып, кәдімгі бленни пісірген сияқты пісіресіздер. Осы үсті кішкене көтерілгеннен кейін келесі жағын ауыстырасыңдар. Осындай беті осындай сарғыштау болады. Ендігі кезекте осы салмасына мен творог және де ішіне кішкентай секер қостым, және де құтты сүт қостым. Сүтті орнына қаймақ қоссаңыздар болады. Жақсылап осылай араластырып аласыздар. Одан кейін ары қарай осы суыған құймақтарымыздың үстіне мына дайындаған начинкамызды жағатын боламыз. Осылай жек шет жақтарынан жақпайсыз, себебі ағып шығып өтуі мүмкін. Осылай доңғалар ретінде 1 см қалдырып, осылай жағып шығасыздар. Одан кейін осы жағып болғаннан кейін доңғала қылып осылай орап шығатын боласыздар. Дәл видеодағыдай көріп жасайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай айналдыра барлығын жағып шығасыздар. Міне осылай айналдырасыздар. Одан кейін осымызда барлығын осылай жағып болдым. Мен солай түге барлығын жаққаннан кейін морозильникке бір 20 минутқа, бір 15 минутқа қоясыздар. Ендігі кезекте мен морозильниктен алдым. Одан кейін осылай 2 шетін кесіп отбасыма ұсындым. Міне достар, осындай болып шықты. Жасап көріңіздер, дәмі керемет, күшті болып шықты. Өзімізге ұнады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Рахмет, сау болыңыздар.